адам қазір не только өзін таппайды, ол өзіне керек адамды да таппайды. Мынандай да, Мгм, типа мгм, үйленесің ба, әлде тұрмысқа шықпайсың ба десең, нормальный адам мгм, жоқ қой дейді да. А мгм. бірақ нормальный махаббат бар ма жалпы? Махаббат дейсіз ба? Енді Әрине. былай айтады ғой, бәрі әзілдейді ғой, енді махаббат бар ма десең, махаббат барға бар, жоққа жоқ дейтін жауап болады ғой кейбір адамдарда. Не ол махаббат Иә, дейді. Енді адамда махаббат болмаса қалай үйленеді ол? Енді бізде ажырасып жатқан адамдар көп, енді ол мынандай бір тағдырдың тәлкегімен болып жатқан шығар, енді бір адамды танымай жатқан шығар, тани алмай қалды, үйленген соң жаңағыдай танимын деп ойлады, бірақ махаббат бар ғой негізі. Махаббат бар. Ең ұлы махаббат ол сана биігінде жолығу дейді. Біз ай, махаббат деген машалла, кезде әдемі. біз ойлаймыз да, махаббат деген кезде ол банағыдай бай болу керек, жігіттің үйі болу керек, күйі болу керек, машинасы болу керек, бизнесі болу керек, ақшасы болу керек дейді да. Біз идеалды адам іздейміз негізінде. Идеал адам жоқ өмірде. Біз кемшілікпен толғанбыз да. Әрбір адамның өзінің кемшілігі бар да. Осы қыз жақтан да болсын, жігіт жақтан да болсын, жалпы махаббат болған кезде бір-бірінің кемшіліктерін қабылдай біліп, оны сана деңгейінде жолықтырып, бір-бірімен сөйлесіп, құндылықтарын анықтаса, жалпы махаббат негізі бар.